Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғаның, байқа аңғалып жатқылар жанашырды, досылар жаманды, әзәзіл аярлар бар, айырар аранды. Бағында сатқандар, тою үшінде тонында арын сатқан, құлданған санасы, ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың, мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бардың орнауы. Мен шеріңе дәруің болсам деп қуатты қуатты, шыңыңа қонса ерлер қырандай мұратты. Күндер өтер, жылдар жетеді, бәрі кетеді, жалынды жырым қалар, жаныңды тербеген, алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген. Асыл елім сүйеніш асқарым, қайсар қалпыңнан айныма мұнарда бір айбарлы асқағым, жауыңа мұңарда бір серпілсін аспаның. Зеномот көшпенділер мәдениетінің биязы дәстүрлерін насихаттау мақсатында бүгін Атыраудан Алтайға дейін экспедиция сапарлады. Көрші облысымыз Маңғыстаудан жеткен авто шеруге бүгін атыраулық жұртта қолғабыс етіп бірге қосылды. Экспедиция Нұрсұлтан Әбішұлының Ақтауға жұмыс сапары аясында бастауын алды. Менің елім деген атау тағынған автожорық елбасының 2050 стратегиясын жетектейді. Стратегиядағы басты бағыттарды нысанаға алған блогерлер, журналистер, фотографтар, өнер адамдары сапардың алғашқы нүктесін Атырауда белгіледі. Сон Паскальды ұйымдастырушылар арнайы шақыртқан. Біз қазір Сон Паскальдан интервью аламыз. Бұл кісі де осы экспедицияға қатысады және негізгі мүшелерінің бірі. Сәке, сізді қалай, кім шақырды экспедицияға? Сіздің қандай орныңыз бар бұл жерде? Какое место вы сейчас? Я здесь начал вообще, потому что я был в Италии раньше, по мои проекты. Я только прилетел из Италии, без спать, но я счастлив, потому что вот, смотрите, как красивая погода Атырау сегодня. И скоро буду выступить в университет. И вот они уже звонят. Но это будет вообще джинды экспедиция, потому что первый раз, который я сделал все вокруг Казахстан, это промотирую туризм в наша красивая страна Казахстан. И все молодые здесь, все с хорошим настроением, хорошая атмосфера, это важно. И музыка. Кто вообще создатель этой идеи? Мне пригласили агенция, которая организовала это проект. И когда сказали, Паскал, ну мы думали про музыканты, но мы думали только про ты, потому что другие они не делают такие дела. Но я такой, я не люблю, когда мне звонят звезда, потому что я не звезда, я человек, я хочу кайфует с красоты Казахстана, и это супер большая шанс. Суть экспедиции. Что это суть? Вообще, смысл. Все там. Все там. Суть экспедиции? Мы будем найти смысл, наверное, по дороге. Автоэкспедиция Каспийден Алтайға дейінгі ұланғайыр аймақты әр қырынан бағдарлайды. Бастысы облыстардың көпке белгісіз тұстарын бейнелеу. Бұл жорық әрі Қазақстанның туристік потенциалын толықтырады. Сызбалар, бейнежазбалар, фотолар, мақалалар сапар барысында жазылады. Номад деп аталатын темір тұлпарларды тізгіндеген 20 жолаушыны қаржылай қолдау үшін белді автокомпаниялармен қатар мемлекетте демеушілік еткен. Алайда жоба жетекшісі Серж Каплан бұл мәліметті жасырын қалдыруды ұйғарды. Экспедицияның түгел мүшесі өзге
ұлт өкілдері Каспийден Алтайға жорықтауға қазақ ұлының шамасы жетпегеніме, Сон Паскаль сынды әншілердің адай атадан бата алып жолға шығуы ағаттық емес пе деген сауалымызға жетекші оңай жауап қайырды. Жоба жетекшісі Серж Каплановтың айтуынша, бұл экспедиция негізгі екі мақсатты көздейді. Алдымен орыс тілді жастарға қазақы мәдениетті таныстыру. Келесіде еліміздің 16 аймағын аралап көру. Ал қазақ тілді көрермендеріміз түсінбейтін шығар, Сон Паскаль не үшін бұл жерде керек деп. Сон Паскаль шетелдік азамат ретінде қазақ еліне деген өзінің сүйіспеншілігін, көзқарасын білдіру үшін қажет. Жастармен қатар облыс басшысының орынбасарынан жылы лебіз естіген саяхатшылар ұзақ жолға арқаланды. АПЕК-ке келген қонақтарды сән салтанатымен күтіп алған Шыңғыс Мұқан тілек кітапшасына қолтаңбасын қалдырды. Осындай бастамалар жастардың арасында көп болу керек. Ол тек Ақтаудан басталмау керек. Ол Қазақстанның барлық қаласынан басталу керек. Шыңғыс Мұқан отандық көлікке Атыраудың таңбасын жапсырды. Жолы жеңілдесін деген тілекпен.